Сәлем достар, сіздермен бүгін біз шоколадный сметана дайындайтын боламыз. Балалық шаққа саяхат. Ол үшін бізге үй температурасында тұрған сары майымыз 82%-дан төмен болмау керек. 100 грамм сары майымызды аламыз. Миксермен араластырып, үстінен 180 грамм шекерімізді қосамыз. Екеуін тағы да араластырамыз. Үш желтогымызды қосамыз, сары уызымызды. Ақ уыз қосылмайды. Араластырамыз. Және де 100 грамм қаймағымызды қосып, масса дайындаймыз. Мен де президент қаймағын қолданамын, 20%-ық. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызбен қолдансаңыздар болады. Тек қана 20%-дан төмен болмау қажет. Барлығын араластырып аламыз. Осындай масса дайын болу керек, жұмсақ. Ұнымызды аламыз, 310 грамм, және де 10 грамм разрыхитель қосамыз, қопсытқыш. Біріктіріп алып, массамыздың үстінен салып, өте жұмсақ, қолға жабыспайтын тесто дайындаймыз. Қамырымызды елейміз. Қамырымыз нәзік, әрі жұмсақ болып келеді. Артық ұн қоспаймыз, себебі артық ұн қамырымыздың қатты болып қалуына алып келеді. Міне осындай өте жұмсақ. Енді кезекте ортасына салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм шоколадымыз керек, Қазақстан. 70-75 грамм сары майымыз. 120 грамм шекеріміз. Және де менде глюкозный сироп қосамын. Егер сіздерде глюкозный сироп болмаса, мед қоссаңыздар болады, балдан. Бір ас қасық. Бәрін водяной баняда болмаса, микроволновкада ертіп аламыз. Міне осындай болып шоколадымыз ерейді. Оның үстінен 400 грамм қаймағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бәрін жақсылап араластырып, салмамызды дайындаймыз. Енді формамыз 24 диаметрлік форма менде, астына пергамент қағазын төсеп, қамырымызды біркелкі етіп жайып шығамыз, бортына шығарып. Сөйтетін басамыз. Осылай дайындап аламыз. Енді ортасына салмамызды қоямыз. Салмамызды қойып, шетінде артық тұрған қамырды қолдың көмегімен басып шығамыз. Және де 160 градуста 40-45 минут бойына пісіреміз. Міне біздің пісіп шыққан пирогымыз. Суытамыз жақсылап, суығаннан кейін тоңазытқышқа салып, бір түнге, және де бір түннен кейін кесеміз. Сіздермен бірге болған Жайдия кондитер орталығы ас болсын.